Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Онлайн режимінде WhatsApp мессенджері арқылы тест алу әдістер көп. Сол әдістің бірі Google форма арқылы ұйымдастыру. Енді Google форма арқылы қалай ұйымдастыру жолдарын көрсетейін. Ол үшін Google аккаунт болу керек, және Google дискіге сол аккаунт арқылы кіреміз. Енді бастайық. Google дискіміз бізде ашық тұр. Создать батырмасын басамыз да Google форманың ішінен пустую форманы ашамыз. Міне, ашылған формадан біз тест алатын тақырыпты қай пәннен екенін жазамыз. Солай деп жаздық. Енді келесі ұяшыққа, сұраққа аты жөні. Енді осыны қысқаша жауап беру үшін балаларға текст строка дегенді қойсақ болды. Және обязательный вопрос дегеннің батырманы қосып қоямыз. Келесі сұрақты қосу үшін мына батырманы басамыз, плюс деген. Енді осы жерге сұрақты жазамыз. Бірінші сұрағымыз міне, бірінші сұрақ, және жауаптары 2 жауап болсын, 3 жауап, 4 жауап болсын делік. Енді міне осы жауаптарын қойдық, белгіледік. Және осылай мына жерді қосып қоямыз. Міне, енді осы қалыпта біз сұрақтарды ұйымдастыра береміз. Енді мен өз дайын сұрақтарымды қоя салайын, уақытты алмас үшін. Енді міне, жаңа жаздық, информатика бойы аты жөнін жаздық, мына сұрақтар, сілтемелер. Енді мысалы мына жерге тестті қойғаннан кейін біз не істеуіміз керек айтпақпын, көрсете салайын сіздерге. Ответ, енді барлық сұрақтар қойылғаннан кейін біз мына вопросы жаңа ответ деген кнопканы басамыз. Осы жерде настройкаға кіреміз. Настройкаға кіріп, общие, презентация, тесты дейді. Яғни біз тестіні басамыз. Осы тестіден біз тест дегенді қосып қойсақ, және мына жерден незачтенный деген алып тастайық. Сонымен сохранитті басамыз. Сохранитті басқаннан кейін қайтадан вопросқа кірсек, вопросқа кіреміз де, енді мына жерде қараңыздар, жаңа мына асты жағында ответы деген тұрады. Ответы деп басамыз. Бірінші сұрағымыз бізде тұр, бірінші сұрақтың екінші варианты дұрыс болса белгілейміз де, және балды қосамыз мына жерден 1 балл. И готованы басамыз, дайын деген. Енді осы ответтарды араластырып беру үшін біз мына 3 нүкте тұрған жерді басамыз да, сұрақтарды араластырып жіберіңдер деп бұйрық береміз. Болды. Міне осындай күйде. Енді келесі сұрақтарымыз дайын болғаннан кейін тағы да біз ответыйды басамыз. Ответыйды басамыз да. Енді осы тесттің ответ жауаптары бізге қайда келу керек? Соны ұйымдастыруымыз керек. Енді сол үшін создать таблицаны басамыз мына жерден. Одан кейін таблицаның атын қояйық. Мына жерге деп қойдық. Және создатьты басамыз. Қазір бізде ашылады. Электрондық кесте міне ашылды. Отправка времени, бала аты жөні, сілтеме дегенімізде, және сұрақтар болса мына жерде бірінен кейін бірі жазылып тұрады. Болдық. Бұны болғаннан кейін не істейміз? Енді мысалы мынаны ашамыз, біз аштық. Дайын сұрақтарымыз дайын, қарасаңыздар барлығы 13 сұрақ бар мұнда. 13 сұрақ бар. Енді оны отправить етеміз балаларға. Отправить. Гиперссылканың сілтемесін басамыз.
қысқаша URL'ді басып, енді осыны копировать етеміз. Міне белгілеп тұр. Копировать. Енді осы сілтемені біз оқушылардың WhatsApp-ына жіберуге, классымыздың WhatsApp-ына жібереміз. Қазір ашылып жатыр. Міне. Мысалы, осы классқа жібере салайық. Ставить. Қойылды. Енді жібереміз. Міне кетті. Осыдан кейін балалардың жауаптары біздің Google ответы деген жерді басайық. Бірақ бізде ответ жоқ қой. Немесе жалпылама мына жерге келеді олар. Google дискінің ішіне сақталынады. Мұнда сақталынады. Не істеу керек? Барлық. Мысалы 13 сұрақтың 13-іне жауап берді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге көмектестім деп ойлаймын. Сау болыңыздар.